Екі рет тұрмыс құрған әйел жәннатта қай күйеуімен бірге болады? Пайғамбарымыздың жұбайы Үмму Сәләмә. Бір күні пайғамбарымызға, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Уа, Алла елшісі! Кейбір әйелдер осы дүниеде 2 рет, 3 рет, тіпті 4 рет тұрмысқа шығып жатады. Олар өлгеннен кейін онымен бірге бәрі жәннатқа кірсе, олардың қайсысы оның жұбайы болмақ деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз, уа Үмму Сәләмә, оған таңдау еркіндігі беріледі. Ол арасындағы ең әдептісін таңдайды да жаратушы иеге, уа, Раббым! Мына кісі өткен дүниеде күйеулерінің ішінде ең әдепсі еді. Мені соған қоса көр деп тілейді. Уа, Үмму Сәләмә! Көркем мінезді адам 2 дүние жақсылығын алма. Осы хадиске орай күйеуі қайтыс болып, екінші ерге шыққан әйел, егер өзімен қоса, бұл дүниедегі күйеулері де пейіштік болған болса, әйелге таңдау еркіндігі беріледі. Әйткенмен, ең соңғы мәрте қайсысымен тұрмыс құрған болса, сол ерімен, ол да пейішке кірсе, бірге болмақ дегендер бар. Өйткені сахаба Хузайфа өзінің жарына, пейіште де менің жарым болғың келсе, менен кейін басқаға тұрмысқа шықпа. Шынында әйел бұл дүниеде соңғы рет кіммен тұрмыс құрған болса, сол ермен бірге пейіште болады. Дегендігі хадис кітаптарында келтірілген. Ал бірінші жары қайтыс болып, екінші рет үйленген ер кісі, 2 зайыбының ешбірі бұрын тұрмыста болмаған болса, пейішке кірген жағдайда екеуінде өзіне жар етіп алады деуге негіз бар. Өйткені Құран кәрімде, сендер де жұбайларың да жәннатқа кіріңдер. Жәннатта сендер шаттыққа бөленесіңдер делінген.